Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Құрметті бауырлар, Аллахтың қалауымен Имам Ғазали рахимахуллахтың еңбегі Айюхал Валад кітабынан дәрістерімізді әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Айюхал Валад, ей балам. Wa ta'ammal fi hikayatin ukhra. Мына бір басқа хикая жайлы ойланып көр. وهي және ол أن حاتم الأصم كان من أصحاب شقيق البلخي. Балхилық Шақиқ деген кісімен дос болған екен. Хатим аль-Асам рахматуллахи тағала алейхима, Аллах тағала ол екеуіне разы болсын. Фас'алаху йауман, бір күні Шақиқ былай деп сұрады. وقال صاحبتني منذ 30 سنة. 30 жылдан бері дос болдық. ما حاصلك فيها. Сен осы жылдардың аралығында не нәрсеге қол жеткіздің? Қала, Хатим аль-Асам былай деп жауап берді. Хассалту 8 фаваида минал илми. Ілімнен 8 нәрсеге қол жеткіздім. Вахия такфини минху. Және де ол маған осы аралықта жеткілікті. Яғни осы 30 жыл бойы достасқанымыздың аралығында ол маған жеткілікті. Лианни, расында мен әржу халаси ва наджати фиха. Және де мен өзімнің құтылуымды осыда деп үміт етемін. Фақала Шақиқ, сол кезде Шақиқ былай айтты. Ма хия, ол не нәрсе? Қала Хатим, Хатим аль-Асам былай деп жауап берді. Әл-фаидатул ула, әуелгі пайдасы, әнни, расында мен назарту иләл халқ, жаратылыстарға назар аудардым. Фараайту ли кулли минхум, және де олардың әр қайсысынан махбубан ва маъшуқан юхиббуху ва яъшақуху. Әр қайсысының сүйіктісі, ғашығы бар екендігін көрдім, және де ол сол нәрсені қатты жақсы көретіндігін аңғардым. Ва баъду заликал махбуб юсахибуху иля марадил маут. Және де сол сүйгендерінің, жақсы көргенінің кейбірі онымен өлімге дейін дос болады. Ва баъдуху юсахибуху иля шафирил қабр. Және де қалған бөлігі қабірдің басына барғанға дейін онымен дос болады. Сумма ярджиу куллуху. Және де одан кейін, қабірге барғаннан кейін оның барлығы кері қайтып кетеді. Ва ятрукуху фаридан вахидан. Және де оны жалғыз тастап кетеді. Ва ла ядхулу ма'аху фи қабрихи. Және де онымен бірге ол нәрселер қабіріне кірмейді. Минхум ахадун. Олардың ешқайсысы онымен бірге қабіріне кірмейді. Фатафаккарту. Мен ойландым, ва культу, және де былай деп айттым. Афдалу махбубил мар'i. Адамның сүйіктісінің ең абзалы ма ядхулу ма'аху фи қабрихи. Өзімен бірге қабіріне кіретін нәрсесі. Ва юнисуху фи. Және де сол қабірде онымен жақын болатыны. Фама ваджаттуху. Мен еш нәрседен таппадым, илля тек қана таптым әл-а'мал салиха. Салих амалдардан ғана таптым. Фаахазтуха махбубан ли. Және де сол салих амалды өзіме сүйікті етіп алдым. Ли такуна сираджан фи қабри. Қабірімде өзіме шырақ болуы үшін. Ва ту'нисани фи. Және де менімен бірге сол қабірде жақын болуы үшін. Ва ла татрукани фаридан. Мені жалғыз тастамауы үшін. Вал фаидату thaniya. Екінші пайдасы анни раайтул халқ. Расында мен жаратылысқа назар аудардым. Яқтадуна ахваахум. Олар өздерінің нәпсі қалауларына ергендіктерін көрдім. Ва юбадируна иля мурадати анфусихим. Және де олар өздерінің нәпсі қалауларын ертерек беруге асығады екен. Фатааммалту фи қаулихи тағала. Және де Аллах тағаланың мына бір сөзі жайында ойландым. Ва амма ман хафа мақама раббихи. Және де кім Раббысының ертең қиямет күні алдында тұрудан қорқса, ва нахан нафса анил хава. Және де нәпсісін болмайтын бос нәрселерден тыйса, фа иннал джанната хиял маъва. Оның барар жері жәннат. Ва таяққанту аннал қур'ана хаққун садиқун. Расында мен Құранның ақиқат және де шын екеніне сенімім артты. Фабадарту иля хилафи нафси. Және де мен нәпсіме керісінше әрекет ете бастадым. Ва ташаммарту ли мужахадатиха. Және де сол нәпсіммен күресуге бел байладым. Ва ма маттa'туха бихаваха. Және де нәпсімді өзінің қалаған нәрселерімен рахаттандырмадым.
حتى ارتادت لطاعة الله تعالى. Аллах тағалаға ғибадат құлшылық етіп рахат тапқанға дейін мен оны өзінің қалаған нәрселерімен рахаттандырмадым. Вән қадат ләһә, және де осылай жалғастыра бердім. Вәл фаидату сәлиса, ал үшінші пайдасы, әнни раайту күллә вахидан минан нас, мен адамдардың әрқайсысына қарадым, яс'a фи jam'i хутамид дуния, дүние жинауға асыққандығын, сумма юмсикуху қабидан ядаху, және де ол дүниені қолдарына мықтап ұстап алыпты. Фатааммалту фи қаулихи та'ала, сол кезде Аллах тағаланың мына бір аяты жайлы ойландым. Ма индакум янфаду, сендердің жандарыңдағы, яғни дүние түгесіледі, таусылады. Ва ма индаллахи бақия, ал Аллахтың құзырындағы нәрсе мәңгілік. Фабазалту махсули минад дуния ли вajhиллахи та'ала, және де мен өзімнің дүниеден тапқандарымды Аллахтың разылығы үшін жұмсай бастадым. Фафаррақтуху бейнал масакин, мен ол нәрселерді міскіндерге тараттым. Лиякуна зухран ли индаллахи та'ала, Аллах тағаланың құзырында ертең өзіме сый болуы үшін. Вәл фаидату рабиа, төртінші пайдасы, әнни раайту бa'дал халқ, мен жаратылыстардың кейбіріне назар салдым. Язунну әнна шарафаху ва иззаху фи касратил ақуам вәл ашаир, және де олар сый құрметті өздерінің қауымының көптігінде, туыстарының көптігінде деп санайды. Фа'тазза бихим, және оларды сыйлап құрметтейді. Ва за'ама ахарун, және де басқалары былай деп ойлайды, әннаху фи сарватил амвал ва касратил аулад, және де олар кейбіреулері мал дүниенің көптігінде және де балалардың көптігінде деп санайды. Фафтахару биха, және де сол нәрсемен мақтанады. Ва хасиба бa'дахум, және де кейбіреулері былай деп есептейді. Әннал изза ва шарафа фи ғасби амвалин нас, адамдардан мал дүниені тартып алуда деп санайды. Ва зулмихим, және де оларға зұлымдық жасауда. Ва сафки димаихим, және де қан төгуде деп ойлайды. Ва атақадат таифатун, және де кейбірі былай деп сенеді. Әннаху, расында ол, фи итлафил мал дүниені құртуда. Ва исрафихи, және де ысырапта. Ва табазирихи, және де оңды солды шашуда деп ойлайды. Фатааммалту фи қаулихи та'ала, және де мен сол сәтте Аллах тағаланың мына бір аяты жайлы ойландым. Инна акрамакум, расында сендердің ең құрметтілерің, индаллахи, Аллахтың құзырында, атқакум, тақуаларың. Фахтарту аттақуа, мен өзіме тақуалықты таңдадым. Ва атақатту аннал Құр'ана хаққун садиқун, расында Құранның шынайы ақиқат екендігіне сенімім артты. Ва заннахум ва хисбанахум куллаха батилун заилун, және де олардың ойлары, есептегендері барлығы жалған екендігіне сенімім артты, көзім жетті. Вәл фаидатул хамиса, бесінші пайдасы, әнни раайтун нас, мен адамдарға назар салдым. Язумму бa'духум бa'дан, бір-бірін жамандағанын көрдім. Ва яхтабу бa'духум бa'дан, және де бір-бірін ғайбаттайтын. Фаваджатту залика, мен сол нәрседен мынаны таптым дейді. Минал хасад, ол нәрсе қызғаныштан болады екен. Филмал, мал дүниеге деген қызғаныш. Уәл джахи, атақтарына деген. Уәл илми, іліміне деген. Фатааммалту фи қаулихи та'ала, және де Аллах тағаланың мына бір аяты жайлы ойландым. Нахну қасамна бейнахум, біз олардың араларына үлестірдік. Маишатухум, несібесін, фил хаятид дуния, дүние тіршілігіндегі несібесін олардың арасында үлестіріп бердік деген аятын ойландым. Фағалимту, және де білдім дейді. Әннәл қисмәті, расында жазып қойғандығын. Кәнәт миналлахи тағала фил әзәл, Аллах тағала ежелден бұл нәрсені жазып қойғандығын мен білдім дейді. Фәмә хасатту ахадан, және де ешкімді қызғанбадым, яғни ешкімге қызғаныштық танытпадым. Вә радиту би қисмәтиллахи тағала, және де Аллах тағаланың өзіме берген нәрсесіне разы болдым. Вәл фаидату садиса, алтыншы пайдасы, әнни раайтун нас юади бa'духум бa'дан, расында мен адамдарға назар салып, олардың бір-біріне дұшпандық жасағандарын аңғардым дейді. Ли ғарадин,
болмашы бір мақсат үшін, вә сәбәбин болмашы бір себеп үшін. Фәтәәммәлту фи қаулихи тағала, және де Аллах тағаланың мына бір аяты жайында ойландым. Инна шайтана лакум аду, расында шайтан сендерге дұшпан. Фәттәхизуху аду, оны өздеріңе дұшпан тұтыңдар. Фәғалимту, және де мына нәрсені білдім. Әннәху ла яджузу адауату ахадин, расында біреуге дұшпандық жасау ол жайыз емес, яғни рұқсат емес екендігін білдім. Ғайри шайтан, шайтаннан басқа. Фәттәхозтуху аду, және де оны өзіме дұшпан қылдым, яғни шайтанды өзіме дұшпан қылып алдым дейді. Вә таракту ғайраху, және де одан басқаларын тәрк еттім, тастадым, яғни одан басқа ешкімге дұшпандық қылмадым дейді. Вәл фаидату сабиа, жетінші пайдасы, әнни раайту кулла ахадин, мен әрбіріне назар салдым, яс'a би жиддин, олар кәдімгідей ұмтылып жатыр. Вә яджтахиду би мубалағати, және де қажыр қайраттарын жұмсап, соншалықты тыраштанып жатыр. Ли талабил қут, азық талап ету үшін. Вәл мааш, напақа талап ету үшін. Бихайсу, мынандай түрде дейді. Яқу бихи фи шубахатин ва харамын, олар сол нәрсемен, сол жолда күмәнға және де харам нәрсеге түсті дейді. Вә юзиллу нафсаху, және де өз-өздерін қорғылды. Вә юнқису қадараху, және де өзінің қадір қасиетін кемітті дейді. Фәтәәммәлту фи қаулихи тағала, және де Аллах тағаланың мына бір сөзі жайында ойландым. Вәмә мин даббатин фил арди илля алаллахи ризқуха, жер бетіндегі жыбырлағандардың барлығын Аллах тағала ризықтандырып қойды. Фәғамилту, және де содан мен білдім, әнна ризқи алаллахи тағала, мені Аллах тағаланың ризықтандыратынын білдім. Вә қаде доминаху, және де оның маған кепіл екенін білдім дейді. Фәштәғалту би ғибадатихи, және де мен ғибадатпен айналыстым. Вә қатаъту тамаи, және де мен үмітімді үздім. Амман сиваху, яғни Алладан басқадан үмітімді үздім дейді. Алладан басқа ешкімнен ешнәрсе сұрамадым дейді. Вәл фаидату самина, және де 8-ші пайдасы, әнни раайту кулла вахидан, және де мен әрбіріне назар салдым. Муътамидан иля шайин махлуқ, жаратылыстардан бір нәрсеге сенгенін байқадым дейді. Бәғдухум иләд динар вә дирхам, олардың кейбірі ақшаға, сондай дирхам, динарларға сүйенген. Вә бәғдухум иләл мал вәл мүлк, және де патшаға, мал дүниеге сүйенген. Вә бәғдухум иләл хирфати, және де кейбірі кәсіптеріне, вә санаға, және де өндірістеріне сүйенген. Вә бәғдухум илә махлуқин мислихи, және де кейбірі өзі секілді жаратылыстарға сүйенген. Фәтәәммәлту фи қаулихи тағала, және де мен сол сәтте Аллах тағаланың мына бір сөзі жайында ойландым. Вәмән ятаваккал алаллах фәхуа хасбу, кімде-кім Аллах тағалаға тәуекел ететін болса, ол оған жеткілікті. Инналлаха балиғу әмри, және де Аллах тағала оның ісін жеткізуші. Қада жаалаллаху ли кулли шайин қадара, және де Аллах тағала әрбір нәрсенің өзіне тән мөлшерін беріп қойған. Фәтәуәккәлту алаллах, және де мен Аллах тағалаға тәуекел еттім. Фәхуа хасби, ол маған жеткілікті. Вә ниъмал вәкил, және де не деген керемет уәкіл. Фәқала шақиқ, сол кезде шақиқ былай айтты. Вәффақакаллаху тағала я хатим, ей хатим, Аллах тағала саған жәрдем берсін. Инни қада назарту әт-тәурат вәл инжил вәл забур вәл фурқан, яғни фурқан деген бұл жерде Құран. Мен осы 4 кітапқа назар салдым дейді. Фәуәжәтту әл-кутуб әл-арбағата, және де осы 4 кітаптан мына нәрсені таптым. Тәдуру аля хазихил фәуаиди самания, ол осы 8 пайданың айналасында екен дейді бұл кітаптарда ішіндегі нәрселер. Фәмән амиля биха, және кімде-кім осы нәрселермен амал ететін болса, кәна амилан бихазихил кутубил арбаға, ол адам осы 4 кітаппен амал жасағандай болады дейді.